ал гтаның екінші орынын қалай өтеді? Қиян ғой. Көп оңай ғой, мен оның бәрін өтіп саған. Мен білесің бе, 10 уровеньдем. Ол жерде қару-жарақтармен өтпейсің. Білесің бе? Сен мені тыңдап тұрсың ба? Алло. Саған не, алтын ойнап қалған ба? Иә. Сен білесің бе? Менің әкем айтқан, қыздардың барлығы құлақпен жақсы көреді. Қалай сонда? Яғни сен оның келбетін, шашын, киімін бәрін, және сен оның ай сияқтысың, бәрі ханшайым сияқтысың деп айта бер. Ол да сені ұнатып қалады. Мүмкін мен оған ұнамайтын шығармын. Тү, сен осы бәріне үйрету керек. Осы қарап тұр да үйрен. Тұршы. Тұр. Осы барған кезінде ханшайымға ұқсайсың, айға ұқсайсың деп мақтай бер. Бар, жұмыс дайынсың. Бар. Жоқ, мен бара алмаймын. Мүмкін мен оған ұнамайтын шығармын. Осы саған бәрін үйрету керек. Осы қарап тұр да үйрен. Достым, бірақ мен оған ұнап қалсам, ренжіме. Сәлем, Алтынай. Сәлем. Шашың не деген әдемі? Көйлегің де сұлу екен. Аха. Алтай, мынау саған. Рахмет. Алтынай, сен өзің аққуға ұқсайсың, ханшайымға ұқсайсың. Сөйлеген де өте әдемі. Сен менімен дос болшы. Айта бер, айта ғой. Тағы бірдеңе десеңші. Сенің шаштарың төгіліп тұр, көздерің ай сияқты. Көздерінде сұлу. Көйлегің өте әдемі, білесің бе? Осы саған не керек? Әсет, бағанадан бері айтқан сөздерің қандай керемет. Екеуміз серуендеп қайтайықшы.